Армат тыңдарман, сіздермен бірге Медиаскоп подкасты және оның жүргізушісі мен Айнұр Аңламасова. Бүгінгі біздің подкастымыздың алғашқы шығарылымының алғашқы қонағы кино режиссер, сценарист, Нью-Йорк академиясының кино академиясының магистрі Диас Әзімжан. Диас Әзімжан қазіргі таңда Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің оқытушысы. Диас аға, қош келдіңіз подкастқа. Армысыздар. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім керемет. Енді алғашқы сұрағым, бұл көбіне талапкерлерді көбірек мазалайтын сұрақтардың бірі, жалпы киномедиа мамандығын бітірген түлектер қай жерде кім болып жұмыс атқарады? Енді біздің жоспарымыз бойынша киномедиада оқитын студенттеріміз бітіргенде жалпы кино және медиа салаларының негізін біліп шығады деген үміттеміз. Және олар негізінен продакшндарда, шағын болсын, мемлекеттік болсын, телеканалдарда, егер қалап медиаға жақындау болса өздері, киноға жақындары сол бағана айтып кеткендей продакшндарда және жалпы кино жобаларда істейді деген үміттеміз. Кейбіреулер мысалы тағы да реклама, клипке жақын болып жатады, мысалы музыкалық. Оларды да түсіруге әбден білімдері және шамалары жетеді деген үміттемін. Ал енді осы киномедиа саласында қай бағытқа көбірек акцент бересіздер осы біздің университетте? Мен өз басым негізінен киноға акцент беремін, себебі өзім кино маманы болғандықтан. Және режиссура, сценарий өнерлеріне біз енді басқа мұғалімдерді білмеймін, бірақ өз сабақтарым бойынша осы бағыттарға қатты акцент береміз біз. Себебі бұлар негізінен сол киноны шығармашылық туынды ретінде жасаудың негізгі инструменттері, және бұны білу керек маман, кино түсірем деген маман. Яғни драматургияны, сценарлық өнерді және режиссураны. Тағы да менде мынандай сұрақ туып тұр, мысалы, басқа да жоғарғы оқу орындарында дайындайды осындай кино мамандарын. Біздің оқу орында осы киномедиа мамандығы несімен ерекшеленеді? Біздің оқу орында бір ерекшелігі, менің ойымша, ол медиамен байланысы бар. Яғни киноны бұл жерде медиамен байланыстырып жатырмыз. Себебі өздеріңіз білесіздер, Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультеті бұл ең бірінші болып саналады ғой деймін, қателеспесем, жалпы Қазақстанда. Және өзінің тарихы бар, бай тарихы, өзінің керемет түлектері бар. Қазір біздің журналистика саласында істеп жүрген журналистердің көбісі осы біздің шаңырақтан шыққан, Қазақ ұлттық университетінің журфагынан. Ал кино бұл жерде, енді кино мамандар келгендіктен біз толықтырып жатырмыз, яғни байланыстырып жатырмыз медианы. Себебі менің ойымша медиа ол тек қана текст емес, ол визуал өнеріне де өте жақын бағыт. Ал кино бұл визуалды өнер. Сондықтан біз бұл жерде енді байланыстыруға тырысып жатырмыз бір жағынан. Себебі бір түсінгеніміз, ол мысалы кей оқушылар жалпы медиаға жақындау болуы мүмкін. Кей оқушылар кино тілін қалауы мүмкін. Сондықтан біз бұларға жалпы таңдау беріп тұрмыз осы жағынан, киномедиа мамандарына. Бірақ өзім айтып кеткендей, мен негізінен енді кино маманы болғандықтан менің сабақтарымда олар киноға бейімделеді, жалпы кино тілін үйренеді. Сіз тағы бір сұхбатыңызда былай депсіз, жалпы киномедиа мамандығының және журналистика мамандығының студенттері әр семестрде қысқа метражды фильмдер түсіріп жаттықса деп. Яғни оны түсіру үшін бізде қаншалық деңгейде білім беріледі? Киномедиа оқушылары екінші курстан бастап түсіреді. Екінші курстың соңында курстық жұмыстарын түсіріп жатыр. Қазір мысалы, менің ойымша дайындықтар жаман емес. Енді әрине ылғи да енді екінші курс қана болғандықтан дамытатын жерлері бар, жұмыс істейтін жерлері бар. Бірақ курстық жұмыс, қысқа метражды кино түсіру, бұл жалпы менің ойымша кино саласында істеймін деген, медиа саласында істеймін деген адамға талап болу керек осындай. Яғни ол қазірден бастап қиналса да, қаншалық
қиналып іздеп көріп жүр, мысалы қазір студенттеріміз, иә, актерлар іздеп жүр, локациялар іздеп жүр, демеушілер іздеп жүр арасында. Ол негізінен менің ойымша жақсы, себебі олар қазірден бастап өмірге, кино өміріне, медиа өміріне бейімделу керек осылай. Қиыншылықсыз терең дүние шықпайды, терең шығарма шықпайды деп ойлаймын мен өзім. Мен де қателесуім мүмкін, бірақ оқушылардың қазірден бастап осы шығармашылыққа деген ынталарын осы кезден бастап біз көріп жатырмыз. Және кинода, медиада бұл оңай өнер емес, оңай бағыттар емес. Осы кезден бастап жалпы кино өзінікі емес адамдар, олар түсіне бастайды, мынау менікі емес екенін. Сондықтан мен ылғи да студенттерге айтамын, ары қарай қиындай береді. Жалпы өмірдің өзінде де сендер осы университеттен шыққаннан кейін, қабырғасынан кейін, шыққаннан кейін өмірде барлығы біз жоспарлағандай болмайды. Сондықтан олар қазірден бастап осы қиыншылықтарды көріп, өздері өте білу керек, үйрену керек. Бұл кино жасаудың, жалпы шығармашылық туынды жасаудың айырылмас бөлігі. Қиыншылықтарды көру. Ал білім жағына келетін болсақ, менің ойымша біз керекті базалық режиссураны және сценарлық өнерді беріп жатырмыз. Арасында біз көптеген этюдтар жасаймыз, яғни дайындық. Бізде қалай болады? Студенттер өздерінің семестр бойы сценарийларын жазып шығады, ол тексеріледі, арасында жетілдіріледі. Одан кейін біз ол студенттердің әрқайсысының сценарий бойынша біз дайындық жасаймыз, яғни этюдтар қоямыз. Олардың қиын сценалары болуы мүмкін оның ішінде, мысалы. Солар бойынша этюдтар қоямыз. Сол кезде олар біріншіден өздерінің сценарийларының жалпы осал жақтарын көруі мүмкін. Немесе қай жерін жетілдіру керек, қай жерінде актермен дұрыс істеу керек. Жалпы этюд қою кезінде, мысалы менің режиссура сабағымда, олар не үйренеді? Актерларды қалай бағыттау керек, қалай жандандыру керек, қалай тірілту керек. Біз осы терминді қолданамыз кей кезде. Мысалы актерлар кей кезде түсінбей жатады өзінің мақсатын, қалай мақсат беру керек. Одан кейін сол өздерінің бағана айтылып кеткендей сценарийларының осал жақтарын көре бастайды. Мына жер келмейді, мына жер өтпейді дегендей. Соның бәрін түсіне бастайды. Сөйтіп біз сценарийларын жетілдіріп, жалпы түсірілімге дайындаймыз бұларды сабақ бойынша, сабақ кезінде. Ал семестрдің аяғында одан кейін іздей бастаймыз. Әрине бұларды мен енді барып өздерің тек қана ізденіп қиналыңдар демеймін. Мен де демеушілік көрсетемін, жалпы, барынша. Егер локацияларына бір іздеп жүрсе, егер біліп жүрсем, қарап айтам дегендей көрсетем. Мына жерге кіріп, қай жерден музыка алады, соны көрсетем дегендей, актерлар болса, соларды айтам. Сол. Ал енді болашақ кино сыншыларды тәрбиелейтін мамандықтардың бірі ғой. Ал өзіңіздің қазақ кино индустриясына беретін бағаңыз қандай? Мен жақында осы біздің қазақ кино сыншыларының жүлдесі немесе таңдау деген бір шарада болдым. Жыл сайын болып тұратын шара. Біздің қазақтың кино сыншылары өздері жыл сайын осындай бір таңдау жасайды. Солардың айтуынша біздің елімізде 50-ден астам кино түсіріліпті. Осы жылы өзіміздің. Және оның көпшілігі енді авторлық кино болсын, оның ішінде жанрлық кино дейді, яғни көрермендік, коммерциялық бағыттағы бірталай кино түсіріліпті енді. Ішінде мен бір 50% көрдім олардың. Олар ішінде өте мықтылар да бар. Сондықтан менің ойымша қазір ақырындап біздің киноиндустрия жанданып келеді, көтеріліп келеді. Және жанрлық жағынан да, мысалы бізде бұрын өкінішке орай тек қана үстіртін комедиялар болса, кинотеатрларда. Оның ішінен мықтылар да болды, бірақ енді мойындау керек, көпшілігі бір үстіртіндеу болды да. Ал қазір бізде өзіміздің драмалар да шығып жатыр. Өзіміздің фэнтезиіміз да шығып жатыр, тарихи киноларымыз да шығып жатыр. Сондықтан жанрлық бір таңдауы бар көрерменде. Ол жақсы белгі жалпы өзімізге. Және авторлық киноларымызға келетін болсақ, олар ылғи да негізінен шетелде болсын, жалпы қалай айтсам, жоғары бағаланатын ылғи да бізде. Сондықтан о жағында проблема жоқ деп ойлаймын енді авторлық киноларда. Бірақ
жалпы индустрияға келетін болсақ, бізде бір проблема ол осы авторлық терең дүние түсіретін кинолардың жетпей жатқандығы міне кинотеатрлардағы. Яғни көрерменнің көзіне жетпей жатыр олар. Себебі кинотеатрлардың көбі өкінішке орай енді ылғи да ала бермейді авторлық кинолар. Оларды да түсінуге болады, себебі олар енді бизнес модель ретінде қарайды оған, иә. Мынау біз мына кино арқылы ақша таба аламыз ба, табыс таба аламыз ба, ала алмаймыз ба дегендей. Сондықтан мүмкін бізге қазір индустрияға мықты продюсерлер жетіспей жатыр деп ойлаймын. Осы мысалы кинотеатрлар мен дистрибьюторлармен біздің мына авторларды байланыстырып тұратын адамдар жетіспей жатыр деп ойлаймын. Мықты мамандар. Мысалы шетелде ол әсіресе мысалы батыстың елдерінде бұл жүйе дамыған. Осыны бізге қазір әкелу керек. Бірақ бізде қазір жас мықты продюсерлер шығып жатыр. Көріп жүрмін мен. Сондықтан енді бұйырса уақыты келер, бұйырса осының бәрін жүйелендіреміз. Енді қазір сіздің көптеген жобаларыңыз бар, мысалы интервьюс, жаңағы послание, поколение Z, жалпы көбіне әлеуметтік тақырыптарды қозғайды екен. Қалай ойлайсыз? Қандай бағыттарды көбірек дамыту керек? Тарихи сериалдар көріп жатырмыз. Мұрат Есжанның жаңағы продюсерлігімен өте жақсы фильмдер шығып жатыр. Мұрат Есжанның сериалы туралы естідім, бірақ әлі көрмедім, мойындайын. Бірақ бір айтайын дегенім, бізде қазір жалпы жанрлық, бағана айтылып кеткендей, таңдау пайда болды көрерменде. Енді нені дамыту керек біз деп ойлаймын. Менің ойымша біз қазір кино саласы болсын, телевидение саласы болсын, медиа саласы болсын жалпы. Біз қазір фундаменталды зерттеу жасау керекпіз. Бір нәрсені түсініп алу керекпіз. Бізде қанша кино түсіріліп жатыр мөлшермен, қандай табыс әкеліп жатыр, және қаншама мамандар бізде бітіріліп жатыр, шығып жатыр. Қандай мамандар жетіспей жатыр. Мысалы бізде қазір кино жобаларда қоюшы суретшілер жетіспейді, мықты продюсерлер жетіспейді, мықты сценаристер, монтажерлар жетіспей жатыр. Сондықтан бізге бір қазір фундаменталды зерттеу жасау керекпіз. Оның ішіне тек қана киногерлер емес, оның ішіне дистрибьюторлар да, кинотеатралды жүйелердің сет дейміз ғой, торлардың адамдармен бірігіп осы зерттеуді істеу керекпіз алдымен. Сол кезде бізде бастапқы цифрлар болады, бастапқы ақпарат болады, орысша айтқанда исходные данные дейді мысалы, содан кейін барып біз соны қорыта келе түсінеміз, қай жеріміз осал, қай жерімізді дамыту керекпіз. Қазір мысалы мен түсінем, көптеген адам мына жеріміз осал деп айтады. Бірақ менің ойымша бұл жерде ғылыми зерттеу керек. Бізде осы ғылыми зерттеу әлі болмаған. Киносыншылар ақырындап осы зерттеуді бастау мүмкін. Естіп те жатырмын. Бірақ біз мысалы жақында жас киногерлер жиналып осыны талқылағанбыз. Сол кезде осы тұжырымға келдік. Яғни бізге бір ғылыми зерттеу керек. Содан кейін барып біз түсінеміз, нақты қай жерімізді дамыту керек екенімізді индустрияда. Ал жанрлық, бағана өзіңіз айтып жатқан фантазиялар, фэнтезилар, немесе фантастика дейміз, бұл енді екеуі де бөлек жанр ғой. Бұларды дамыту ол енді содан кейін келеді. Жалпы бұларды дамыту үшін бізге біріншіден мысалы визуалды эффекттер, VFX дейді ағылшынша, және SFX дейді, бұл дыбыс эффекттері. Осыларды істейтін мамандар керек. Бұндай мамандар бізде бар, бірақ өте аз, сапалы дегендер, Сондықтан бірақ қазір бізде түсіріліп жатыр. Мысалы Патриоттар уақыты деген кино бар. Дос Мұқасанның ішінде де визуалды эффекттер бар. Тағы да бірнеше кинолардың ішінде мен көрдім визуалды эффекттер. Жақсы жасалған. Енді сондықтан оның көбісін бізде өзіміздің мамандарымыз жасаған, осы Қазақстанда тұрады. Сондықтан осы мамандарды біз қолдау керекпіз қазір, және соларға қолдау беріп, демеп, содан кейін біз жалпы фэнтезида дамиды сөйтіп. Яғни біріншіден біз мамандарымызды қолдау керекпіз алдымен, және осы саланы қолдағаннан кейін, одан кейін осы жанрларда дами бастайды ақырында, өздері шығады. Сол. Ал енді сіз шетелден білім алып келдіңіз осы кино саласы бойынша. Өзіңіздің жаңағы
алған біліміңізді беретін авторлық курсыңыз бар екен. Сол жайлы толығырақ тоқталып өтсеңіз, не үйретесіз, қалай үйретесіз? Енді ол авторлық курс деп тым қатты айтып кеткен шығармын. Ол жағын авторлық курс деп айта алмаймын. Менің қазір өзім дамытып жатырмын. Ол әлі шыққан жоқ. Бір кішігірім курс өтте енді интенсивті тұрғыдан, және практикаға қатты бейімделген. Ол дайын болғаннан кейін сіздерге айта кетемін. Қазір енді нақты айта алмаймын да. Ал алдыңғы ол сізді естігеніңіз мүмкін ол мастер-класстар шығар. Мастер-класстар, ол енді воркшоп дейміз ғой. Ол кезде мен негізінен жалпы режиссура жағынан және драматургия жағынан өзімнің кішігірім тәжірибемен бөлсем, және осы келгендерге қай жерінде қателік жібердім өзімнің тәжірибемде, қай жерінде дамытуға керек еді, қандай жерінде осал болды, сондай жақтарын айтамын. Жалпы мен сол қателіктерге акцент қойып түсіндіруге тырысамын. Себебі мысалы көптеген курстарда мен байқаймын, ылғи да қалай сәтті болу керек, қалай сіз андай шыңға шығу керексіз деп мотивациялық айтып береді да, қателіктерді айтпай кетеді көп жерінде. Қандай болды. Сондықтан мен керісінше қателік жіберуге қорықпаңыздар деген ниетпен айтамын, жалпы үйретемін. Ал оқулық жазу ойыңызда бар ма жалпы? Курстар бөлек, және мастер-класстар бөлек, ал оқулық көбірек тиімдірек болады деп ойлаймын, меніңше, қызығушылығы бар адамдарға. Менің ойымша, енді өз басым оқулық жазуға әлі маған өзіме уақыт керек. Мен өзім үйреніп жүрген адаммын әлі осы күнге дейін. Толыққанды өзім әлі үйрену керекпін деп ойлаймын. Енді себебі адам баласы үйренуді тоқтатпау керек менің ойымша. Не болса да. Және мен өзіме талай нәрсені үйрену керек. Өзіміздің кинода жүрген ағаларымыз бар, ағаларымыз бар. Солардан да өзім қазір үйреніп жүрмін. Ал енді оқулық жазуды менің ойымша бір енді 60-70-ке келгенде жазбасақ, қазір менің ойымша оқулық жазу деген ол өте үлкен жауапкершілік. Енді кішігірім практикалық тұрғыдан практикалық мастер-класс немесе курс жасауға болады. Ал оқулық деген менің ойымша енді уақыт өту керек ол үшін. Уақыт өту керек. Бірақ көбіне анықтамалық кітапшалар секілді негізі қажет болатын сияқты қазірдің өзінде талапкерлерге. Мүмкін әдістемелік бір кішігірім методология дейміз ғой. Сондай жасасақ болатын шығар. Қысқа да нұсқа, түсінікті. Қысқа да нұсқа. Ол бірақ енді базалық қана болуы мүмкін. Базалық. Ал ары қарай тереңде үңілем дегендерге олар біріншіден менің ойымша өнер адамдарына әсіресе, өнер. Тек қана кино емес, жалпы өнер адамдарына. Өнер адамның ең басты мұғалімі ол өмір. Өмірдің өзі. Одан кейін барып мына инструменттер келеді, қалғанның бәрі. Ал киноға келетін болсақ, кинода менің ойымша кино маманына, әсіресе режиссер, сценаристерге көру, бақылау қабілеті мықты болу керек. Және психологияны базалық тұрғыдан, әсіресе жүріс-тұрыс психологиясын, behaviorизм деген бар термин. Соны үйрену керек менің ойымша. Себебі мен өзім қызығам психологияны. Сондықтан жалпы режиссерлар психологияны, тек қана психология емес, кескіндеме өнердің тарихын, мүсін тарихын, архитектура тарихын, музыка тарихын, басқа да фотография, сурет. Осының және тек қана бұлармен шектеліп қоймай, филологияны, философияны, маған айтылып кеткен психологияны білу керек. Осымен подкастымыздың соңына да таяп қалыппыз. Болашақ қазақстандық киногерлерге қандай кеңес берер едіңіз? Қандай тілек айтасыз? Енді мен өзімді бір кеңес беретін адаммын деп санамаймын да, шыны керек. Себебі маған айтып кеткендей өзіме әлі ерте кеңес беруге біреуге. Бірақ мысалы өзіме қандай жалпы және өзімнің оқушыларыма қандай кеңес берер едім? Ең біріншісі ол өз армандарыңды сатып кетпеңдер. Себебі мен мысалы өзім өмірде байқаймын, өз-өзін жоғалтып алған адамдар, немесе өзінің сол, ал өз-өзін жоғалтып алу деген ол өзінің арманын сатып кету дегенге тең деп ойлаймын. Енді бір қиын жағдайлар болып қалса,
жарайды түсінемін, иә, адамның басының өзі форс-мажор дейміз ғой. Ол енді басқа әңгіме. Бірақ кей кезде мысалы мен көремін, киногерлер болады өзінің ішінде қобалжып жүрген дүниесі туралы түсірмейді де, бір 3-4 бірдеме туралы түсіреді, әйтеуір ақша табу үшін деп. Енді тым қатты қиналып жүрсе, тым қатты бір ақша керек болса, жарайды, оны түсінуге болады. Бірақ көп жағдайда жалқаулықтан біз арманымызды сатып кетеміз. Соны байқап жатырмын мен. Немесе шегеріп қоямыз да, бір 20 жылға шегеріп қоямыз, одан кейін өкініп жүреміз, ай, уақытым өтіп кетті деп. Сондайға тап болмаңдар. Екіншісі, қателесуден қорықпаңдар дер едім. Себебі мен өз студенттерімнен байқаймын, қателесуге қорқады қатты. Ай, мына жерін бәрін тым бір идеалды дейміз ғой, бәрі бір 100% әдемі, тура осындай болу керек деп санайды, одан кейін бір кішігірім қате жіберсе, басын суға салғандай дегендей, бір өкініп депрессияда жүреді кей кезде. Сондықтан менің айтарым, қазір әсіресе студенттерге осы университет қабырғасында жүрген кезде қателесіп алыңдар. Әсіресе осы жерде қателесіп, одан кейін шыққан кезде әлдеқайда дайынырақ болсын. Бірақ шыққан кезде де қателесулер мүмкін. Өйткені өмірдің өзі ол қателесумен содан кейін жасалған тұжырымнан тұрады. Яғни қандай анализден, қай жерінде қателік жібердім. Осыны енді жасамауға тырысайын дегендей. Осы мен айтарым. Көп пайдалы ақпараттар айтылды. Сұхбат үшін алғысым шексіз.